Сәлем достар, бүгін сіздермен дәмді қытырлақ болып шығатын баклажан салатын дайындаймыз. Ол үшін баклажанды осындай бөліктерге бөліп, үстіне крахмал салып, оны жақсылап аунатып алып, қызып тұрған табада майға қуырып аламыз. Баклажан қытырлақ әрі дәмді болып піседі. Помидор мен сырды да турап алып, барлығын бірге қосып, үстіне күнжіт салсаңыздар болады. Және тұз сеуіп, араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне соус қосамыз. Соус өте жақсы дәм беріп, және де әдемі болып тұрады. Сіздер де жасап көріңіздер. Келесі кездескенше.